Алматы облысы Алакөл ауданының Үшарал қалашығында 15 жыл бойы ырыс шаруа қожалығы мал шаруашылығымен айналысып келеді. Кәсіпорын бордақылауға арналған өгізшелерді сатып алумен айналысады. Елігінде жем-шөп алаңы, қоймалар, техника түрлері тіпті дүкендері де бар. 2005-тен бастап ырыс шаруа қожалығын құрдық. Содан бері малдың басын өсіріп жатырмыз. Бордақылау алаңына келетін болсақ, 2016-та салып бітірдік. Бұл бордақылау алаңына 174 миллиондай ақша жібердік. 2016-та бір салдық, 200 бір уақытта 400 бас тұратындайға. Одан 18-де қайтан құрылысты жаңартып 1000 бас сиятындай салдық. Ырыс шаруа қожалығының басшысы Рыскелді Айманбетов бір кездері бизнеспен де айналысқан. Кейін ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші болуға бел буған. Оның айтуынша, Қазақстанда жер көп, ал жер иесіз болмау керек. Сол жердің бәрін дұрыстап пайдалану керек та. Продуктовый безопасность деген бар. Өзіме ұнайтын жол болған соң ауыл шаруашылығын таңдадым. Өйткені қандай жағдай болса да үкімет, халық тамақсыз болмайды ғой. Сол табандылықтың арқасында, коллективінің арқасында қазіргі осындай жағдайға жеттік. Өзімізде шаруашылықта 1150 бас ірі қара малы бар. Енді біраз азаяды, көбейеді, сонымен жұмыс жасап жатқан жайымыз бар. Кәсіпорын егістік жерлерін жалға алып, арпа мен бидай өсіріп отыр, және осының арқасында еттің сапасы мен құны бойынша бәсекелесе алады. Өйткені сатып алынған жем пайданың өсуін төмендетеді. Ет 2018 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан және халал сертификаты бар жеке дүкенде сатылады. Мал өсірушілер өздерінің қиын істеріндегі жетістіктерге жетуге аграрлық несие корпорациясының көмегі болғанын жоққа шығармайды. 2020 жылдың қаңтарында қарапайым заттар экономикасы несиелеу бағдарламасының арқасында шаруа қожалығы 49 миллион теңге сомасына бордақылауға арналған өгізшелерді сатып алған. Үкіметтің көмегін айтатын болсақ, мысалы бізде қазір ауданда ауыл шаруашылығы басқармасы бар, аудан әкімшілігі бар. Бізге жақсы қолдау жасайды, жақсы көмек береді. Сонымен қатар қазір аграрный кредитный корпорацияның көмегі бар бізде. Өйткені мына қаржылай өз қаражатымыз толығымен жетпеген соң қаржылай көмек береді. 15% береді, бірақ 19%-ын алып таста субсидирование болған кезде 6% қалады. Жылына бір төлейміз, ол өте тиімді, жақсы. Мысалы бордақыға біз Құдай қаласа, мысалы жылдың аяғына дейін 600, келесі жылға тағы да 600 мың бастан асырамыз ғой.